الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ал бисмилля, ораза бабына қатысты сабақ Алланың қалауымен. Ораза енді мұсылманның 5 парызының бірі. Оразаның анықтамасына келейік. Ораза деген не? Ораза деген белгілі уақытта, яғни таң атқаннан бастап күн батқанға дейін белгілі бір нәрселерден, яғни ішіп жеуден, қосылудан, яғни жыныстық қатынастан және де арнайы бір белгілі бір ниетпен, қандай ниетпен? Алланың разылығы үшін тыйылу. Осыны ораза дейді. Демек, белгілі ораза дегеніміз белгілі уақытта, белгілі нәрселерден Алланың разылығы үшін тыйылуды ораза дейміз. Яғни белгілі уақыт деген таң атқаннан бастап күн батқанға дейін. Егерге обедтен бастап ораза ұстайтын болса, ол ораза болып саналмайды. Я болмаса ниеті диета болады, я болмаса семіріп кеттім, кішкене жүдеу керек, сол үшін ораза ұстаймын дейтін болса, онда ол ораза Алла үшін істелінген ораза болып саналмайды екен. Келесі слайдқа көшейік. Бұл оразаның түрлері. Оразаның түрлері парыз, уәжіп, сүннет, мұстахаб, мәкрух, харам болады екен. Парыз ораза қайсы деген кезде ол Рамазан мен Рамазан айындағы өткізіп алған қаза оразаны айтады. Яғни осы екі ораза парыз болып саналады. Уәжіп оразаға кіретін зат бұл кафарат оразасы, нәзір оразасы. Яғни кафарат деген Рамазан айында қасақана, яғни әдейі бұзған оразаны айтады. Бұны кафарат дейді. Оны келесі сабақта өтеміз Алланың қалауымен. Нәзір деген уәде дегенді білдіреді, яғни Аллаға уәде ету. Нәзірдің екі түрі бар. Нәзір мұтлақ және нәзір муайин деген. Мұтлақ деген еш уақытқа байланбаған, муайин деген бір уақытқа байланған. Мысалы айтады, я Аллахым, осы емтиханнан аман сау өтіп кетсем, ертеңгі күні 3 күн ораза ұстаймын дейтін болса, бұл нәзір муайин деп аталады екен. Я болмаса балам жазылып кетсе, ораза ұстаймын дейтін болса, бұл нәзір. Бұл уәжіп. Нәзір етті ме, уәде етті ме, ол уәдені орындауы уәжіп, яғни міндетті. Тағы уәжіп болған үшінші ораза бар, ол бұзылған нәпіл ораза. Мысалы, бір нәпіл ораза ұсталық дедік. Мысалы, дүйсенбі, бейсенбі ұстайтын оразаны айтайық. Сол күні дүйсенбі күні ораза ұстайды, бірақ обед кезінде, түс кезінде қонақ келеді. Сол қонақ келу, алыстан қонақ келеді, сөйтіп ол оразасын тоқтатып, бұзам деп шешім қабылдайды. Осы бұзылған оразасын өтеуі уәжіп. Яғни нәпіл оразаның үкімі қандай? Нәпіл оразаның үкімі мұстахаб. Яғни ол жақсы амал, алайда парыз да емес, уәжіп те емес, сүннет те емес, мұстахаб. Яғни мұстахаб деген ол да сүннет, бірақ сүннет ғойр муаккада дейді. Мынау сүннет, мына жақтағы сүннет, бұны сүнна муаккада дейді. Муаккада, яғни бекітілген, бекітілмеген деп осылай бөлінеді ғой. Енді бұзылған нәпіл дейміз. Яғни нәпілді бұздық па, ол нәпілдің қазасын өтеу уәжіпке айналады екен. Кәдімгі мұстахаб болған оразаның қазасын өтеу уәжіп болады. Сүннет ораза қайсысы? Сүннет оразаға бірақ ораза ғана кіреді. Ол ашура күнгі ораза. Ашура деген не? Мұхаррам айының 10-шы күні. Бірақ сүннет муаккадаға бекітілген сүннетке не кіреді? Ашура 10-шы күн ғой, Мұхаррам айының. Соған алдыңғысы 9-шы күнін, я болмаса Мұхаррам айының 11-ші күнін қосу, сол сүннет болып саналады. Егер тек оразаның Мұхаррамның 10-ші күнін ғана ұстайтын болса, онда ол мәкрухке айналады, яғни күнә арту мүмкін. Келесі мұстахаб. Енді мұстахаб оразаларға басқа оразалардың, нәпіл оразалардың бәрі кіреді. Ол жерге мысалы дүйсенбі мен бейсенбі оразасы, болмаса әр айдың 3 күні дейміз, 13-і, 14-і, 15-і ұстайтын ораза бар. Я болмаса Шәуәлдің 6 күні, Арафа күні оразасы, болмаса Дәуд пайғамбарымыздың оразасы, яғни күнара ораза ұстау. Осындай сияқты нәпіл оразалардың бәрі осы мұстахаб амалға жатады. Енді мәкрух деген қайсы? Яғни мәкрух деген тыйым салынған, мәкрух пен харам екеуі де тыйым салынған оразалар. Мәкрух қандай кіреді? Жұма, я болмаса сенбі күндерін жеке өздерінде ораза ұстау. Яғни жұма күні келді ме, мен бүгін ораза ұстаймын дейтін болса,
онда ол макрух болады. Макрух болмау үшін бірнеше себеп бар. Біріншісі, мысалы, жұмаға бір күн қосатын болса, мысалы бейсенбі болмаса сенбі қосатын болса, сол сияқты сенбі намазда осындай үкімде. Тағы макрух болмаудың себебі, тағы бір себебі бар. Ол, мысалы, адам баласы Дәуіт пайғамбардың оразасын ұстаймын деп ниеттенген болса, сол күн, мысалы сәрсенбі, келесі Дәуіт пайғамбары бойынша, пайғамбарымыздың алейхиссаламның сүннеті бойынша, келесі күн сәрсенбі күннен кейін жұма күніне түсіп тұр. Онда ол макрухы түседі. Сол сияқты, мысалы, әр айдың 3 күніне түсетін болса, онда осы оразаның үкімі, макрухтың үкімі түседі. Тағы макрух болған бұл оразаның түрі, бұл үздіксіз ораза, яғни сәресін өткізбей, сәресін емес, керісінше ауызашарын өткізбей. Мысалы, бүгін ниеттеніп ораза ұстады, енді ауыз ашу керек, бірақ ауыз ашпай келесі күнге тағы оразаға кетті, ауызын ашпай. Яғни үздіксіз 2 күн ораза тұту, бұл макрух болып саналады, яғни күнә. Тағы бір түрі жыл бойы ораза ұстау. Мысалы, бүгін ұстады, ауыз ашты, келесі күні қайттан ұстайды, сөйтіп 365 күн, яғни жыл бойы ораза ұстауы макрух. Яғни бұл жерде көріп отырсыздар, амалдың көп болған емес, амалдың дұрыс болуы Алла тағалаға жақындататын ғибадаттар. Ғибадат, яғни бұл не деген сөз? Алла тағаланың бұйырғанымен жүру. Яғни, мен одан да көп ораза ұстаймын дейтін болса, одан да көбірек намаз оқи аламын дейтін болса, бірақ ол шариғатқа қайшы болып тұрса, онда одан сауабы жоқ. Сол сияқты, мысалы, сапарға шығатын адам 4 ракағаттықтарды 2 ракағат оқы делінген ғой шариғатта. Онда оған ермесе күнә алады екен. Біз ханафи мазхабын айтып отырмыз. Енді тағы бір макрух ораза бар, бұл ашураны айтып кеттік қой. Ашураның өзін оған күн қоспай ұстау, яғни Мұхаррам айының 10-шы күнін ғана ұстау. 9-шы күнін, я болмаса 11-шы күнін қоспай ораза ұстау. Соңғысы мынау харам. Харамға 2 түрлі ораза кіреді. Біріншісі ол айдайын дейді, 2 айдан, яғни бұл 2 айт күндеріміз. Айт. 2 айт бар, бізде құрбан айт, ораза айт. Ораза айт бізде қашан? Рамазан айы біткеннен кейін келесі ай қандай? Шауалдың бірі ораза айт, кейін жаңағы құрбан айтта осыған кіреді. 2 айтта ораза ұстау харам, яғни үлкен күнә болып саналады. Тағы бір осындай оразаның бір түрі тәшрик күндері. Яғни ол да қажылық кезіндегі күндер ғой, 3 күн. Осыған мынау 3 күн, мынау 5 күн. 5 күн бәрін санағанда, осы 5 күн де біреуінде де ораза ұстауға болмайды. Тыйым, үлкен күнә болып саналады. Келесі слайдқа өтейік. Рамазан оразасы кімге парыз? Кімге парыз екен? Бірінші, ол адам мүкәлләф болу керек. Мүкәлләф деген кім? Мүкәлләф деген мұсылман, яғни мұсылман еместерге ораза парыз емес. Екіншісі, бұл бәлиғ дейді, яғни кәмілетке жеткен адам. Яғни кәмілет дегенде бұл шариғи кәмілеттік, бәлиғат жасы, енді ер кісілерге, әр адамға әр түрлі келеді ғой. Біреулерге 12 жасында, біреуге 13 жасында, біреуге 15 жасында, әйел кісіге жаңағы бірінші етек келген уақытта, осы бәлиғ, осы жасқа жеткен кезде ғана оған ораза, Рамазан айының оразасы парыз, болмаса парыз емес. Үшіншісі, бұл ақил, яғни ақыл есі дұрыс. Ақыл есі дұрыс болмаған адамға ораза, Рамазан айындағы оразасы парыз емес. Екіншісі шарты сәлим болу керек, яғни сау болу керек. Сәлим дегенде бұл жерде екі нәрсе бар, яғни күші жетпеген әлсіздікті не дейді? Әжіз дейді. Әжіздің 2 түрі бар. Әжіз дәйім, яғни тұрақты әлсіздік, мысалы созылмалы бір ауру немесе мүгедектік. Мұндай адамдарға ораза парыз емес. Тек қана фидия берумен ғана өтеледі. Әжіздің 2-ші түрі бар, ол әжіз муаққат. Дәйім дедік қой, дәйім деген әрдәйім деген осы шығады екен. Әжіз муаққат деген уақытлы, яғни уақытша әлсіздік. Мысалы, ауру, бір жарақат алды. Жүкті немесе бала емізетін әйелдер. Бұларға енді өзіне іштиқат беріледі.
өзі қарайды. Егерде баламен өзіне бір зиян тиюі мүмкін болса, бір әлсіздік туғыздырса, онда ол ұстамаса болады. Бірақ оның қазасын өтейді екен. Міне денсаулығы қалпына келген кезде ол сол күндерді өтеуі керек. Яғни сәлим болу керек адам сәлим, сау болу керек. Үшіншісі, мұқим болу керек. Мұқим деген кім? Ол жергілікті адамды айтады. Мұқим тұрғылықты, сапарда емес адам. Ораза оған толық парыз, осы мұқимға. Ал сапардағы жүрген адамға, яғни мусафир дейді арабшасы, мусафир дейміз. Ол сапарда жүрген адамдарға ораза парыз етілмейді. Бірақ кейін сол өткізіп алған ораза күндерін өтеуі тиіс. Бірақ ораза ұстаса, сапарда жүре тұра, оразасын ұстайтын болса, оразасы қабыл болады, иншалла. Және төртінші шарты, бұл хален минал мауани дейді. Яғни бір арнайы бір кедергіден, шариғи кедергілерден ада болу. Не дейді? Фиқта хален минал мауани шариғи кедергілерден ада болу. Яғни оразаны парыз етуге кедергі болатын нәрселердің болмауы. Бұл енді әйел кісілерге қатысты. Бұл жерде екі түрлі нәрсе бар. Бұл хайд пен нифас. Яғни хайд деген етектер, нифас деген арнайы, яғни босанған кездегі әйелдің сол күндері шығатын қаны нифас дейді. Яғни Рамазан оразасы кімге парыз? Осы төрт шарттары бар адамға парыз екен. Келесі слайдқа көшейік. Ниет. Енді ниетті қайтып аламыз, қай уақытта аламыз деген сұрақ туындайды. Негізі ниет деген не? Ниет жүректен шыққан, Алла разылығы үшін амал жасауға бағытталған шешімді айтамыз. Біз естіп жатамыз, кейбір адамдар мысалы айтады, мен ниет етуге ұмытып кетіппін, оразам не болды, енді қаза бола ма дейтін. Одан ниет қалай ұмытып кеттіңіз деп сұрасақ, ол жаңағы ниетте Алла разылығы үшін бүгінгі Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім деген сол сөзбен айтуды ұмытып кетті. Бірақ алайда ертең ораза екенін білген, ішінде жаңағы ораза ұстаймын деген шешімі болған, онда оның ниеті бар деп саналады. Неге? Өйткені ниет жүректен шыққан, Алла разылығы үшін амал жасауға бағытталған шешім. Ішімізде ондай шешім бар болатын болса, ол ниет болып саналады. Ал енді тілмен айту ол мұстахаб амалға жатады. Ниетті сөзбен айту ол мұстахаб. Енді ниетті қашан ниеттенеміз? Яғни осы шешім қашан қабыл болады? Яғни түннен дохатул кубраға дейін ниет ететін арнайы оразалары бар. Және түннен таң атқанға дейін ниетті айтатын нелер бар? Арнайы оразалар бар. Яғни түннен дохатул кубраға дейінгі оразалар қайсы кіреді? Ол жаққа не дейді? Біріншіден бұл не? Бұл уақыты анықталмаған, анықталған оразаларға ниет етіледі. Яғни түн қашан басталады? Шариғатта түн мағриб, яғни ақшам намазынан бастап дохатул кубраға дейді. Дохатул кубра деген не дейтін болсаңыздар, оны қазір түсіндіріп кетемін салаң қалауымен. Бірінші мынаны түсініп алу керек. Осы уақыттарда қай оразалар ниеті қабыл болады? Уақыты анықталған оразаларға. Рамазан оразасы, нәзір муайин, ашура, нәпіл оразалы. Яғни не деген сөз бұл? Яғни Рамазан оразаның уақыты белгілі ме, белгісіз бе? Яғни Рамазанның оразасы Шәуәлде өту мүмкін бе? Мүмкін емес. Мұхаррамда өту мүмкін емес. Рамазанда өтетін ораза Рамазан оразасы. Яғни уақыты белгілі болғаннан кейін бұл жердегі ниет түннен дохватул кубраға дейін созылады екен. Мына жерде болса түннен таң атқанға дейін ғана. Дохватул кубра деген бұл енді 5-ге жақын уақыт қой. 5-ге жақын уақытты айтады. Бұл жерде нәзір муайин сол сияқты. Ол қай уақытта белгілейді? Айтып кеттік қой. Нәзір муайин деген уақытымен уақытқа қатысты бір нәзір, уәде. Яғни мысалы айтады, менің жаңағы балам аман сау осы бәлнестен шығатын болса, келесі күні, болмаса сол күні ораза ұстаймын дейтін болса, яғни бұл бір күнге байланған, ол белгілі бір күн. Ашура күні ол да белгілі, Мұхаррам айының 10-шы күні. Нәпіл оразалар да сол сияқты.
уақыттары белгілі. Мысалы, оразан жаңағы айдың 13, 14, 15 күндері, мысалы дүйсенбі, бейсенбі деген сияқты. Енді түннен таң атқанға дейін жасалатын не бар? Оразалар бар. Қайсысы олар? Олар уақыты анықталмаған оразалар. Мысалы, қаза оразалары. Рамазан айындағы ораза болсын, нәпіл ораза болсын, қазаны адам енді өзі біледі. Бүгін орындаймын, яғни уақытта анықталмаған. Адамның өзі шешеді енді қашан беретін. Бірақ мыналардың арнайы уақыттары бар. Яғни анықталған, нақты. Мыналардың уақыты адам өзі шешеді. Қаза ораза бүгін ертең ұстай ма, келесі күн ұстай ма, өзі біледі. Нәзір мұтлақ та сондай, яғни уәде мұтлақ деген, яғни уақытқа байланбаған. Кафарат та сондай. Кафарат деген арнайы бір жаза. Бұл кафарат тек қана Рамазан айындағы оразаға қатысты бір жазаның бір түрі. Енді осы жерде дохватул кубра мәселесін түсіндіріп кетейік. Дохватул кубра деген не? Дохватул кубраның уақыты қашан? Оның басталуы таң атқанның уақытынан есептеледі екен. Таң атқанның уақытынан. Таң атты ма? Дохватул кубраның уақыты басталды. Енді аяқталу уақыты қашан? Соңғы уақыты былай анықталады екен. Таң мен таңғы намаз арасындағы уақыт есептеліп, екіге бөлінеді. Ал шыққан нәтижесі бесін намазы уақытынан шегеріледі. Осылайша алынған уақыт дохватул кубраның аяқталу уақыты. Яғни дохватул кубра уақыты таңнан басталып, бесін намазы уақытынан шегерілген аралықта аяқталады. Сол уақытта аяқталады екен. Мысал келтірейік, қазіргі таңда мысалы таң намазы 7-те кіреді. Таң ату мысалы 8:30-да. 8:30-дан 7:60 таған кезде 1,5 сағат, осы 1,5 сағатты 2-ге бөлеміз. 1,5 сағатты 2-ге бөлген кезде қанша болады? 45 минут болады, 1,5 сағатты. 1,5 сағат деген 90 минут қой. 90 минут. Осы 90 минутты 2-ге бөлген кезде 45 минут болады екен. 45 минутты бесін намазының уақытынан алып тастаймыз. Мысалы, бесін уақыты 1 делік. 1-ден 45 алып тастағанда 12-15 болады. Сонда 12 дохватул кубраның уақыты 8:30-нан 12:30-ға, неше дедік? 15-ке дейін созылады екен. Осы 12-15-ке дейін адам, мысалы, мынау оразаларды ниет етсе болады. Мысалы, түнде адам ертең, мысалы айтады, ертең мен сапарға шығам дейді, мысалы. Ертең сапарға шығам. Бірақ түнде звондайды, ертең шықпайын, бүгін шықпайтын болдық деп, ойбай, мен ораза ұстамаймын деп ниеттенген едім. Өйткені сапарға шығамыз дедік қой, мысалы сағат 5-те сапарға шығамыз деп ойлаған едік, бірақ сағат 5-те шыққан жоқ. Бірақ енді ораза ұстайым десе, шықпағаннан кейін Рамазан айындағы оразасын ұстайым дейді ғой. Бірақ уақыт таң намазы кіріп кетті. Ойбай, таң намазы кіріп кетті, жаңа таң атып кетті. Енді ниет етсе бола ма, болмай ма деп сұрақ туындаған кезде осы жерге қарайсыздар. Бұл қандай ораза? Рамазан айындағы оразасы болатын болса, онда дохватул кубраға дейін ниет ете береді. Мысалы, 12-15-ке дейін ниет етсе, осы оразаларының ниеті қабыл болады, иншалла. Ал мынау намаздар болса, ол таң атқанға дейін. Қаза оразалары, нәзір мұтлақ, кафарат деген сияқты. Осымен ниет анықталады. Келесі слайдқа көшейік. Оразаны не бұзады? Енді бұл оразаны не бұзады? Енді бұл ең маңызды тақырыптың бірі. Яғни оразаны не бұзады деген кезде неше түрлі зат бар ғой. Ішіп жеулеріміз бар, жаңағы укол бар, бүйтсе не бұза ма, бұзбай ма, мынау ингалятор бұза ма, жаңа қан тапсырса бұза ма, хиджама істесе бұза ма, бұзбай ма деген неше түрлі сұрақтар туындайды. Бұл сұрақтарға өздеріңіз ғана жауап бере аласыздар. Қалай? Ол мынау схеманы 5 қағиданы білсеңіздер. Қай 5 қағида? 5Q деп қойдым. 5 қағида. 5 қағида. Яғни ол 5 қағиданы келесі слайдта көрсетеміз. Аллағасы міне 5 қағида. Q деп есім қойдық. 5Q деп. Қорек, құбыр, қуыс, қалуы, қиындық. 5 осы қағиданы білетін болсаңыздар,
кез келген сұрақ туындайтын болса, сол сауалдарға өзіңіз ақ жауап беріп жүре бересіздер. 5 нәрсе. Міне мынау 5 нәрседен өтетін болса, жаңағы ішіп қойған, жеп қойған затымыз сонда ғана ораза бұзылады екен. Біріншісі қорек. Қоректің заттың 3 түрі болады екен: қатты, сұйық, газ. Қаттыға қайсы кіреді? Ноқаттың дәніндей болған заттардың бәрі, не болсын, жеуге болатын, жеуге болмайтын. Бір тамақ болсын, ет болсын, жемейтін бір тас болсын, не болса да ауызға кіріп жұтылса, ноқаттың дәніндей болса, онда ол оразаны бұзады. Егер де ноқаттан кем болатын болса, онда бұзбайды. Мысалы, ауызда қалған тамақтың қалдығы ноқаттың дәнінен кем болса, онда бұзбайды. Сұйық нәрселерде ондай мөлшер жоқ. Яғни қандай мөлшерде болсын, бір тамшы болсын, оразаны бұзады екен. Ішке кірсе, оразаны бұзады. Су болсын, жаңағы компот болсын, айран болсын, сүт болсын, бензин болсын, солярка болсын, бұлардың бәрі де оразаны бұзады. Үшіншісі газ. Газ түріндегі. Яғни газ түрінде бір оның мөлшері қою болу керек. Қоюлығы өте жаңағындай кәдімгідей, мысалы, темекінің түтіні жұтылса, ол да оразаны бұзады екен. Яғни бұл нәрселерден тыс заттың бәрі оразаны бұзбайды. Осы зат ішке кіру керек. Яғни осы зат ішке кіру керек. Не бұзбайды? Бұзбайды. Мисуак немесе тіс пастасын қолданып, бірақ егер жаңа тіс пастаны жұтып қою қаупі болмаса, жұтылмаса, яғни ол бұзбайды екен. Сол сияқты түкірік, ауыздағы түкірік. Ол енді сырттан келу. Бұл жерде шарт, мынау заттардың бәрі сырттан келу керек. Ал іштегі зат болатын болса, ол мысалы ауыздағы іштегі зат, енді ол сілекей, өзіміздің сілекейіміз сырттан келген жоқ қой, іште болған зат қой. Ол не бұзбайды? Оразаны бұзбайды. Оны жаңа ауызда жинап жүрсе де, оны кейін жұтса да, ол оразаны бұзбайды. Бірақ оны арнайы жинамаған дұрыс. Енді тағы не кіреді бұл жерге? Жаңағы ғайбат айту, өтірік соғу, осы заттар арам, алайда ол оразаны бұзбайды екен. Екіншісі құбыр дейміз. Яғни арнайы бір құбыр бар. Олар ауыз, мұрын, анус, яғни артқы жақты айтамыз, және құлақ. Құлақ бұл жерде бір айтып кететін зат бар. Дабыл жарғағы бұзылған болса ғана. Яғни мынау арнайы мембрана бар ғой, құлағымыздың ішімізде нені қосатын, ауызды, мұрынды қосатын. Сол дабыл жарғағы дейді, сол бұзылған болса ғана ол жаңа құбыр болып саналады екен. Және де қарындағы жарамен, я болмаса пункция. Яғни мынау қорек деген заттардың бәрі ауызға, я болмаса мұрынға, я болмаса басқа мынау құбырлардың біреуінен өтетін болса ғана ораза бұзылады. Бұлар бесеуінен тыс басқа бір жерден өтетін болса, онда бұзбайды. Мысалы, укол салдыру. Укол қай жерде салды? Ауыздан кірді ма, мұрыннан кірді ма, жоқ мына жақтан кірді ма? Бұл жерден емес, жоқ теріден ғана кіретін болса, онда укол не істейді? Оразаны бұзбайды. Сосын мына жерде капельницаға қатысты үкім бар, арнайы. Егер ол аузы берік адамның күшін толтыру үшін болса, сонда ол бұзады екен. Егер де толтыру үшін. Ал былай жай мысалы ем ретінде болатын болса, онда бұзбайды. Сол сияқты құлаққа дәрі тамызу. Ол да бұзбайды. Неге? Егер де ол жаңағы дабыл жарғаға бұзылмаған болса, сау болатын болса. Бұл жерде құлақ сондай. Бұл жерде не бар? Біз айтып кеттік, және дабыл жарғаға бұзылу керек. Бұзылған болса, сонда ғана ол оразаны бұзады екен. Және де көз тамшылары, көзге тамшы құятын болса, ол бұзбайды, оразаны бұзбайды. Өйткені мынау не? Жаңағы бірақ тамшы ол сұйық болып саналады, алайда міне екіншісі фильтрден өтпей жатыр. Өтпесе, онда оразаны бұзбайды екен. Сол сияқты денеге крем жағу, көзге сүрме жағу, дезодорант пайдалану, қан тапсыру, бұл қан тапсыру сырттан шығып жатыр. Түсінікті ғой? Хиджама, я болмаса қан алудың кез келген түрі керісінше қан алады, мысалы өзіне. Ол да оразаны бұзбайды. Неге? Өйткені ол басқа мынау арнайы құбырлардан кіріп тұрған жоқ. Осындай қағида. Я болмаса бір жыныстық
әйел кісінің жыныстық мүшесінен біріне жаңа бір дәрі дәрмек кіргізетін болса, онда ол да оразаны бұзбайды. Неге? Өйткені ол осы арнайы 5 құбырдың ішінде жоқ екен. Осылай тексересіздер. Қорек болу керек, және осы құбырдан өту керек. Бірақ бұл қорек бола тұрып, арнайы құбырдан өтіп, арнайы қуысқа түспесе, онда ораза бұзбайды. Қай қуыс? Тамақ, асқазан, ішек. Осының үшеуінің біреуіне жаңағы қорек түсу керек. Түскенде, яғни арнайы құбырдан өту керек. Мысалы былай, ішке қабылдайтын дәрілердің бәрі оразаны бұзады. Неге? Өйткені ауыздан кіреді, және тамаққа барады, одан кейін асқазанға барып түседі. Сол сияқты ректалды свечи қояды ғой артқа. Ол да неге? Арнайы бір құбырдан өткен, және арнайы бір қуыста қалады, ішекте қалады. Сондықтан ол оразаны бұзады. Бұзбайтын затқа не кіреді? Мысалы, тіл астына салатын бір арнайы таблеткалар болады. Олар енді не дейді? Ол капиллярда еріп, қанға араласады екен. Яғни тамаққа, я болмаса асқазанға, ішекке кетпейді екен. Сол сияқты тамақ дайындап отырып, мысалы әйелдеріміз тамақ дайындайды. Сол тамақ дайындау барысында тұзын көрмекші болады. Тұзын көру үшін судың дәмін көреді. Соның дәмін көріп, яғни ол сұйық нәрсе ғой, ауыздан кірді, алайда тамақ асқазан ішекке өтпеді, түкіріп тастаса, онда ораза бұзбайды екен. Осы үш зат, осы мынау қорек, құбырдан, қуыстан арнайы өтетін болса, ғана оразаны бұзады. Бірақ ол сол жерде, арнайы бір жерде, тамаққа өтіп, асқазанда я болмаса ішекте қалып қоймаса, онда ол оразаны бұзбайды. Сондықтан қалуы шарт. Яғни сол жерде қалу шарт. Бұл жерге мысал ретінде қайсы зат бұзбайды? Мысалға ФГДС бар ғой, ФГДС дейді, зонд дейді, шланг дейді. Сол ішке кіргенген кезде камерамен іштегі болған затты көреді ғой, жараны көру үшін жаңа камера ауыз арқылы енгізеді. Сол ауыз арқылы кіреді, тамақтан өтеді, асқазанға кіреді. Бірақ ол жерде қалмай суырылып тастаса, онда ол оразаны бұзбайды екен. Алайда бұл жерде айтып кететін тағы бір зат бар. Ол жаңағы ФГДС шлангқа не жағады? Арнайы май жағады. Ол май жаққан кезде, яғни сол ФГДС өзі қалмаса, май қалып қояды. Сондықтан ол оразаны бұзады. Егерде ФГДСке май жақпай кіргізсе, онда ол оразаны бұзбайды екен. Және тағы 5-ші нәрсе бар, ол өте қызық. Мынау арнайы бір қорек, осы айтылған қорек. Арнайы бір құбырдан өтіп, қуыстан өтіп, сол жерде қалса да бұзбайтын тағы бір шарт бар екен. Оразаны бұзбайды. Қандай? Бұл қиындық, я болмаса кедергі болатын заттар. Олар екеу. Ұмытшақтық және сақтану қиындық туғызатын нәрселер. Ұмытшақтық, яғни адам ораза ұстай отырып, тамақ жеп қойса, кейін ойбай, мен ораза екенмін ғой, есіне түсетін болса, яғни ұмытып тамақ ішетін болса, онда оның оразасы бұзылмайды. Оразасын жалғастыра береді. Сол сияқты жыныстық қатынасқа да түссе, ұмытып, ораза барысында ол да оразаны бұзбайды екен. Тек ғұсылын алып, оразасын жалғастырады екен. Және де соңғысы, мынау ұмытшақтық дедік, сақтану қиындық туғызатын нәрселер. Мысалы, кез келген қиын жұмыстарда, шахтада жүретін адамдарда, мысалы, бір қою болмаған бір түтін жұтылады, я болмаса шаң, иістер, неше түрлі темір ұсақтары, майда сүйектер, осылардың бәрі оразаны бұзбайды екен. Яғни оразаны бұзу үшін, ораза бұзылды деп айту үшін, осы 5 қағидадан өткізсеңіздер, сіздерде осы фильтрға қойып көрсеңіздер, егерде бұл фильтрден өтетін болса, бұзады, өтпесе бұзбайды екен. Келесі слайдқа көшейік. Бисмилля, жыныстық ләззат дейді. Яғни, оның алдында айтып өткен схемада бұл тағамға, яғни асқа, ішіп жеуге қатысты схема болатын болса, мынау жыныстық ләззатқа қатысты. Яғни бұл да оразаны бұзады. Бұзатын зат бар, бұзбайтын зат бар. Не бұзады? Бұзатын затқа не кіреді? Жыныстық қатынас. Яғни ер мен әйел арасындағы кез келген жыныстық байланыс оразаны бұзады екен. Ұрық шықсын, шықпасын, ол жаңағы жыныстық қатынас адал болсын, арам болсын, бәрібір. Яғни ұрық шықсын, шықпасын, ораза бұзылады екен.
жыныстық қатынасқа яғни қосылды ма ер мен әйел, ол оразаны кенеттен бұзады екен. Және де бұл жерде айтатын зат адал болсын, арам болсын деген. Яғни арамның жыныстық қатынастағы мәселеде екі зат арам. Яғни ол жаңағы егерде жыныстық қатынас артынан келетін болса, яғни артынан жақындайтын болса, әйеліне ол жерден кіру арам болып саналады. Тек қана арнайы алдынан кіруге ғана шариғат рұқсат етіледі. Бұл жерде енді былай қатты ұялатын зат емес, өйткені бұл Алланың шариғаты. Алла өзі Құранда айтады, Алла тағала ондай заттан ұялмайды, өйткені бұл енді адамның өмірі болғаннан кейін бұның бәрі айтылатын зат. Және де тағы бір арам, яғни хайд пен нифаста болатын кездегі қарым-қатынас. Және де бұл жерде зинада кіреді, зина. Өйткені зинада арам зат харам болып саналады. Зинаға түскен адамда оразасы бұзылады екен. Келесі бұзатын зат бұл ұрық шығару ниетімен жасалған әрекеттер. Мысалы жақындап құшақтасуы, сүйуі, сипауы, ұрық шығатын болса, осы әрекеттерден кейін ұрық шығатын болса, онда ол оразаны бұзады екен. Яғни жыныстық қатынас жоқ, алайда сипап, сүйіп, құшақтасса, содан ұрық шығатын болса, онда ол не істейді? Оразаны бұзады. Негізі бұндай әрекеттер жасау харам болып саналады. Яғни ораза кезінде әйелін егер барып құшақтап, сүйіп, сипаса, ұрық шықса, онда бұл харам болып саналады. Егерде ұрық шықпаса, мысалы келіп маңдайынан сүйсе, яғни жақындап басынан сипаса деген сияқты, ол жерден ұрық шығу ниетімен жасалмаса, ұрық шықпаса, онда ол мәкрух болады ораза кезінде. Ал енді ұрық шығатын болса, харам болады, ол оразаны бұзады екен. Үшінші зат бұл ұрық шығаруға әдейі жету. Яғни адам өз еркімен осы ұрық шығару мақсатына жету мақсатында оразаны бұзылады. Яғни бұл жерде меңзеп тұрылған зат бұл өз-өзін қандыру дейді, өз-өзін қандыру. Бұл да үлкен күнә, арам болып саналатын зат. Алайда осындай затқа өзінің нәпсіне ерік біткен адам болатын болса, онда да білсін, ораза бұзылады. Және де ғұсыл алуы керек. Ғұсыл алғаннан кейін, бұл жерде тағы бір мәселе, ғұсыл алған кезде білесіздер, мадмада деген нәрсе бар, яғни аузын шаю. Аузын шайғанда тамағына дейін шаю, ғұсылда парыз. Бірақ ораза кезінде ол жердегі тамақта сулау үкімі түседі, яғни тек қана аузын шайса ғана болады екен. Енді бұзбайтын затқа не кіреді? Бұзбайтын затқа не кіреді? Бұл жерде жыныстық мазмұндағы ойлар мен қиялдар, яғни ешқандай амалға үлеспеген кәдімгі ойлар, фантазиялар оразаны бұзбайды. Егер әрекет жасалмаса, яғни ешқандай әрекет жасалмаса, онда ораза бұзбайды. Тіпті ұрық шықса да, мысалы жыныстық бір мазмұнда ойлар келетін болса, онда ол не істейді? Оразаны бұзбайды екен, ұрық шықса дағы. Бірақ ондай ойлардан аулақ болуымыз керек. Және тағы бір бұзбайтын зат бұл сүйісу емес, бұл жерде қате еткен, сүйісу, өйткені сүйісудің өзі ораза бұзады. Сүйісу дегенде, яғни ерін-ерінмен сүйісу. Бұл жерде енді түкірік алмасақ, сондықтан ол бұзылады. Сипау, бірақ ұрық бөлінбесе. Жаңағы біз айтып кеттік қой, сипап, құшақтап, сүйсе, бетінен сүйсе, ол оразаны бұзбайды екен. Егерде ұрық шықпаса, бірақ ол макрух амал болып саналады. Келесі слайдқа көшейік. Кафарат. Бұл енді соңғы тақырып. Кафарат деген не? Кафарат деген араб сөзі, кафара, араб тілінен аударған кезде жазалау, өтем, тазару деген мағынаны білдіреді екен. Кафарат Рамазан айына ғана қатысты. Рамазан айында оразаны әдейі, көріп отырсыздар, екі шарт бар. Рамазан айы болу керек. Оразаны әдейі себепсіз бұзған адамға жүктелген бұл өтеу, арнайы бір жаза. Кафарат ақысы 60 күн. Егерде адам баласы Рамазан айында оразаны ниеттеніп
жаңағы ұстап жүрген кезде ораза барысында не істесе, оны әдейі қасақана бұзатын болса, онда ол кейін оның кафаратын өтейді. Кафарат деген сол жазасын өтейді. 60 күн үздіксіз ораза ұстайды екен. Бір күнге өткізіп алған, бір күнге арнайы кәдімгідей әдейі бұзған оразаны 60 күн кейін кафаратын өтейді. 60 күн үздіксіз. Яғни 58-57 күн ұстап келіп, 58-ші күні оразаны қалдырып, 59-ші күні қайттан жалғастырамын десе, онда оған қайтадан басынан 60 күн ұстауы керек. Бұл өте қиын жаза. Сондықтан ораза айы кезінде оразаны таңертең ниеттеніп ұстасаңыздар, кейін оны бұзуға болмайды. Яғни қалай болмайды? Себепсіз бұзуға болмайды. Өзінің себептері бар. Мысалы, қатты ауырып қалған кезде, яғни оразаны бұзуға мәжбүр болатын кезде, ал басқа себептерге оразаны бұзуға болмайды екен. Бұл енді неге қатысты? Рамазан айына қатысты. Келесіде бұндай ереже бар. Кафарат тек төменгі 5 шарт толық орындағанда ғана міндетті болады. 5 шарт орындалғанда. Қандай 5 шарт? Біріншісі, Рамазан айының оразасы болу керек. Яғни басқа ораза болатын болса, нәпіл оразалар болса, оған кафарат жүрмейді. Кафарат тек Рамазан айының оразасына қатысты. Егер адам 5 уақытта егер адам басқа уақытта қаза, нәпіл оразаны болсын бұзса оразаны, онда кафарат болмайды, қазасын ғана өтеледі. Сол өткізіп алған күнінің қазасын ғана өтейді. Екінші шарт, бұл адам сол күні ораза ұстаушы болу керек. Өте маңызды шарт. Яғни адам сол күні ораза ұстаушы болу керек. Таңнан кешке дейін ораза ұстауды бастап қойған болуы қажет. Егер ол адам мүлде ораза ұстамаған болса, яғни сол күні, мысалы Рамазан айы басталды, сол күні ораза ұстау керек, бірақ ұстамайым деді, сол күні ерінді, тағы бір мәселе болды, сапарға шығып кетті, сол күні ораза ұстамады. Яғни әдейі бастамаған болса, оған кафарат емес, не керек? Тәубе керек, және де қаза керек. Яғни тәубе талап етілетін жерде тәубе керек, және де қаза керек. Сол күннің қазасын өтеледі. Мысалы, кейбір адамдар мұндай сұрақ қояды. Мен 18 жасымнан бастап, 18 емес, 15 жастан бастап ораза тұтуым керек еді, алайда мен 3 жыл ораза ұстамадым, мұсылман болдым, оның қазасын қалай өтеймін, оның ұстамаса мынау кафарат болады дейді, 60 күн ұстап, сонда қаншама ораза өткізіп алдым, солардың 60 күнге бәрін көбейтіп, қанша миллиондаған ораза ұстайын ба деген кезде, жоқ, өйткені бұл шартқа келмейді. Адам сол күні ораза ұстаушы болу керек. Сол күні ниет ету керек. Сол ниет еткеннен кейін сол уәдесін, ниетін бұзса, яғни мысалы таңертең ниет етті ораза ұстаймын деп, ораза ұстап келе жатыр да, обедте шаршадым дейді дағы, оразасын бұзса, сонда ғана. Ал ниеттенбей сол күні ұстамаса, онда сол күннің қазасын өтейді. Үшінші шарт, бұл ниет таң намазға дейін жасалған болу. Яғни біз айттық, Рамазан айындағы оразаны дохватул кубра уақытына дейін ниет етсе болады. Бірақ кафарат болу үшін ниет таң намазға дейін жасалуы керек. Таң намазға дейін. Егерде ниет дохватул кубра уақытында жасалса, таң намазынан кейін жасалатын болса, кейін оны қаза қылдырып қойса, өткізсе, бұзса намазды, оразаны, сонда ол кафаратын өтемейді, тек қазасын өтейді. Егер ниетті фажирдан, яғни таң намаздан кейін жасаса, онда кафарат болмайды, тек қаза керек. Және төртінші шарты, әдейі әрі өз еркімен бұзуы. Екі нәрсе, әдейі және өз еркімен. Әдейі кәдімгідей қателеспейді. Оразаны біліп тұрып, өз қалауымен мәжбүрсіз бұзуы керек. Егер ұмытып, ішіп жеп қойса, ұмытып, я болмаса қателесіп бұзса, және я болмаса мәжбүр болса, мысалы ер кісі әйеліне айтады, жатайық дейді, мысалы қосылайық дейді қазір ораза кезінде, мәжбүрлесе кәдімгідей, оған жауап бере алмаса, төтеп бере алмаса әйел кісі, онда оған кафараты жоқ, қазасы бар. Бірақ ол өз еркімен жатса, онда кафарат бар екен. Тек қана бұл жерде не болады? Тек қаза болады. Болмаса мүлде ештеңе жоқ. Мүлде ештеңе жоқ қайсысы? Ұмытып кетсе. Адам ұмытып кетіп оразасын бұзса, тамақ ішіп қойса, онда оразасы бұзылмайды. Бұл біз айттық 5 қағиданың 5-шісі.
Ал енді қателесіп бұзса, онда ол қазасын өтейді. Бесіншісі, фитра деген болмысына сай нәрсемен бұзылу керек. Яғни біз айттық қой, ораза тасты жеп қойсаң да, бездейінді ішіп қойсаң да бұзылады. Бірақ бұзылып қалған сол тас пен бензинмен кафарат өтілмейді, тек қана қаза өтеледі. Кафарат қашан өтеледі? Тек қана болмысқа сай нәрсемен бұзылу керек, фитраға сай. Яғни тамақ, кәдімгі тамақ болып саналатын. Тамақтың заты тамақ қой, сол затқа сай болу керек. Яғни адам табиғи түрде тамақ саналатын нәрсемен бұзуы керек. Тас, темір, қағаз сияқты жеуге жарамсыз зат жесе, онда кафарат жоқ, тек қана қаза болады екен. Осымен Рамазан бабы тәмам. Бұған қоса тағы бір тақырып бар, иътикаф мәселесі. Бірақ бұл сабақта оны біз алмаймыз. Уахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.